Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чолышам вешімдігі қаға бойле мәлімат. Ахмеджете қырмалар белгісіз аскерінің мезарына чечеклер қойдылар. Машина айдавчысы адамларнен толы олған дура қаурылда. Зарар көргенлер бар ма, yok ма? Куйбышева мейданы янында кепеделер кечеті кімге кедерете жібам. Ахмеджете халқара сақатлар күні насыл тедбірлерінен белгіленді. Алушта Қырым татар медениетіне бағышланған фестивальны қабыл етті. Ахмеджете ватан қорчаланылығында әлі қолған белгісіз имайджілерінің қатырасына аңдылар. Ватан перверлік акциясы Гагарин адына аратлық бақчасында кечті. Тедбірден Әджей Саева бұлынды. Бүгін қырымлылар ұлы ватанженкі деврінде иля қолған аскерлерінің қатырасына андылар. Белгісіз аскер мезары яндаки эбеди атешке чечеклер қойдылар. Белгісіз аскерлерге бағышланған хатыра күні Русейде 2014 сенесінен берлі қайдетілі. О тарихи вақайының юбилейінен бір келді. Тамам бұл күні 1966 сенесі декабрінің үшінде Кремль дуварларына яқын ерде белгісіз аскерінің кеміклеріні комдылер. Оның ве миллионларжы қалған аскерлерінің адыны белгілеп оламадылар. Память это вечная. Те, кто положил свои жизни за наше счастье, за наше чистое небо, это люди, которые самоотверженно пожертвовали собой. И, соответственно, сегодня видите, сколько людей, искренние, горожане пришли по зову души. Это самое главное. Александр Данилевның қартбабасы, бабасы ве ағасы жеңте еля қолдылар. Олар ватан үшін жанларына феда еттілер. Қорынталарында жебейджілер ақындаки хатыра әр вақыт яшайжақ. Сегодня и праздник, и горе. Это все, которое мы должны чтить. Всю жизнь, сколько бы ни было, от малого до великого. Эбеди таш демірден ясалған елді соның мерkezінде есе атеш яна. О күнде есе шан шурет алиясы гранит плиталарда да қараманларының адлары yazılған. Белгісіз аскерлерінің мезарлары мемлекетіміздің әр бір шерінде бар десек yanlış olmaz. Тек ұлы ватанженкі деврінде 4 миллиондан зәде адам белгісіз ғайып oldu. Сергей Аксенов қайдеткені көре 5 жыл девамында ұлы ватанженкі вақаларынан бағылы 100 медени мирас объект ғайрыдан реставрация етілежек. Программа Русия Федерациясының Мудафа везірлігінен бераберлікте амелге кечірілежек. Әджей Саева, Виталий Голубев, Миллет үшін. Автобус беклеген қыз хастаханеге ұғырады. Ахмеджете чет-ел машинасының айдавчысы Ленина мейданы янында Академик музыкаль театрының қаршысындаки дұраққа келіп ұрылды. Евелкі мәліmatқа көре, оның оғыне шыққан ерлі ваз арабасы кедеретті. Екі арабада Кирова жеддесінден Севастопольска соқағы тарафына кетеділер. Ваз арабасының айдавчысы борден елға шыққаны себебінден бейаз чет-ел машинасы дұраққа ұрылды. Андайсы адам чоқыды. В результате ДТП пострадала девушка. К счастью, она жива, получила телесные повреждения. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка. Зарар көргенге бірінші тәбе ярдым көстерілді. Она жиле ярдым машинасы алып кетті. Қызның алақында мәлімат анықлана. Қырым сәкенлері акимиетінің яңа залары кім олғаныны енді ярын білежеклер денішмелер олажақ деп айты Жұмқұретміздің елбасшысы. Оның сөзлеріне көре везірлік вейдерілерінің евелкі реберлерінден ғайры субетте 20-ден зияде адам бар еді. Қатырлатамыз Сергей Аксенов 2 айвелсі Жұмқұретінің акиметі вазифелеріне конкурсны илян еткен еді. Иштиракчилер сайлавның уч басамығыны кечтілер, бұл весеқалар тапшырылығы тестлер ве Аксенов үлі субет. Халқара сақатлар күніні адеттен тұш акцияның қайдаттылар. Интерактив фезаның қадимлері иштиракчилерге дүнияны көр адамлар кібі тасавур етмекні тевсе еттілер. Бұның үшін бір адамның көзлері бағланды ве оңа таяқ берілді. Бұл ақта бізім левқамызда. Гид экскурсияның маршрутыны аңлата. Мы пройдем с вами по улице Пушкина. Небольшая экскурсия с историей. Акцияның қайделері бойынша иштиракчилерінің көзлері бағлы олмалы ве олар таяқ ярдымынен жүрмек кереклер. У них вообще не будет ничего видно, ни снизу, ни сверху. То есть вы одеваете, они плотно вас
Так, держите. Иштиракчилер группасыны көзлері көрмеген гид алып кетті. Ярослав Герасименко чоқысы экскурсияларны қапалы ерлерде кечірді. Бөле шерге чықов тәжірибесі оның үшін бірінші олды. Для меня это необычно. И, ну, я думаю, это будет интересно как и для меня, так и для посетителей данного мероприятия. Именно пройтись, не потеряться, ориентироваться на свой слух, на свои тактильные, да, там, ощущения. Тәдбір декабрьнің үшінде қайд етілген халқара сақатлар күніне бағышланды. Тәдбірнің тәшкілетчілері интерактив визаның хадимлері. Акцияның вазифесі есе сағлам көзлері көрген адамларға дүнияны көр адамлар кебі тасавур еттірмектір. Побывать в роли незрячего человека, ощутить, каково ему в социуме, в обществе. Ведь люди незрячие, они занимают активную позицию. Экскурсии они тоже посещают. Экскурсион маршруты Пушкин абидесі янындан башлана. Сонра группа музыкаль мектебінің бинасына yol ала. Бірінші маршрут бір соқақының тарихы деп адлана. Умумен 2 маршрут олды. Иштиракчилер бина ве абиделердің хусетлеріні ис этмек үшін оларны хатырламақ кереклер. Ilk sefer акция кечкен сене кечірілген еді. Бұл ел абиделерге ве мемориаль тақталарға кезінтілер қошылды. Ну, а выше у нас есть. Тут не шрифтом правильно, как бы обычно буквы. Акция бір сааттен аз вақыт девам етті. Бұл вақытта иштиракчилер этрафтаки дүнияны толу шекілді пармақларынен тоқынып исеттілер. Очень необычно, непривычно тому, что ты привык все в цвете, все видеть. А тут все темно. Я не могу определить, куда идти, какие препятствия находятся впереди. Я боюсь, что упаду или что-то в этом духе. Тәшкілетчілер қайд еткенлері кебі тәдбір сағлық джейттен имканлары сынырлы олған адамлардың иштимаи меселелеріне диққат айырмаға имкан бере. Султан Истакаева, Руслан Минаев, Аким Бекиров, Миллет үшін. Бүгін имканлары сыңырлы олған балалар үшін хайрия акциясы кечірілді. О халқара сақатлар күніне бағышланды. Қырым мұсылманларының діни дәресі қол тұтывынен хусуси балалар үшін яқшы кейф күніне тешкілептілер. Тәфсілетлар Султан Истакаеваның левхасында. Хусуси балалар масал қараманларынен берабер мирақлық сияхатқа yol алдылар. Ерлайлер вету керекке тұрып ойнайлар. Бүгін олар үшін Ахмеджетнің реабилитация мерkezінде яқшы кейф күніне тәшкілеттілер. Все эти мероприятия созданы для социально-бытовой адаптации, то есть коммуникации детей, чтобы детки сплотились в одно единое, чтобы они в первую очередь мы учим их толерантности, да, относиться к другим одинаково и делиться позитивными эмоциями, самое главное. Байрамның эсас мұсафырлеріні хайырламақ ве қуандырмақ үшін Қырым мұсылманлары дини идаресінің векілері келділер. Олар балаларға бақшышлар тақдим еттілер. Пусть ваши детки всегда улыбаются, пусть будет много таких счастливых поводов для этого, и все в жизни у них сложится хорошо. А мы будем по возможности вам помогать и делать все, что от нас зависит. Русалочка бала бақшасына қатнаған кенжелер озгün бақшыш әлде еттілер. Енді кечік группаның оз телевизоры олacak. Чтобы вы многое узнавали, она не только о нашем маленьком Крыме, но и о нашей очень-очень большой стране. Чтобы вы могли дружить с детьми из разных республик, из разных регионов, обмениваться своими знаниями, обмениваться своим хорошим настроением. И вот я думаю, что этот подарок, Ирина Павловна, я думаю, что он очень полезен. Да, очень полезен, и он украсит будни ваших детей и сотрудников. Бала бақшасының реберлері телевизор хусуси балаларының иджади ве эмек қабилетлеріні инкишаф еттірмеге ярдым етежегінде эминлер. Он необходим для воспитательно-образовательного процесса, потому что занятия, которые ведет учитель-дефектолог, учитель-логопед и воспитатели, они, конечно же, будут ярче, интересней, быстрее запоминаться современным детям. И я думаю, что они принесут пользу для их развития. Юлочка бала эвенеде хайрие ярдым кетірілді. Бұ юзлерже кило аш мақсулаты күрпе татлылықлар бала ашлары. Духовное управление мусульман Крыма оказало нам помощь различными продуктами питания, которые будут очень полезны нашим детям. Наши пожелания были приняты во внимание. Көстерілген диққат ве ярдым үшін баш әкім муфтият векілеріне тешеккүр мектубыны тақдим етті. Султан Истакаева, Эльдар Заитов, Миллет үшін.
Девлет автоинспекциясы Ахмезжет мемориятыны Куйбыш валқасындаки пиаделер кечетіні алып ташламаға режаятта. Идаренан фукарынжа отын тықанықлар ярата. Мұхбірлеріміз бұл меселені вешерлерінің фукарлеріні огренмеге тырышты. Куйбышева мейданы Ахмеждин ең қызғын ерлерден бірідір. Onun үшін час пик деген вақтлары бұл ердегі тықынықлар нормаль адиседір. Девлет автоинспекциясы тықынықларының себебіні пиаделер кечіндеде көрелер. Олар Ахмежет мемориятының Зебраны ве Киевская соқығындаки уч фенерлеріні алып ташламаға риджа етті. ГИБДД идаресіне фікрінже уч фенер еріштірілгені бір ел олмады ве он нақлиет қалабағыны ярата. Шер мемориятында евелері четке чекілген суалны кенеде көтерділері. Олар қайдеткенлеріне көрес соңки қарарны жүмхури севейде профиль структуралар қабул етежек. Тек бір doğru қарар бар. Бұл ерасты пиаделер кечінтіні құрмақтыр. Майли айрылуф меселесіні жүмхуриет реберлігі севесінде көтерележек. Бұл ал ақиқаттен насыл олғаны ақта біз Ахмежет сакинлерден сора білмеге істедік. Екі дақа девамында ешіл фенерінің беклемек еріне сакинлер ер асты кечінтіні сайлайлар. Чтобы допустим, не ждать светофора, я обхожу вот так. А так, в принципе, можно было и под землей спускаться. Мне лучше подземный. Почему? Ну, потому что быстрее время. Подземный дороже будет стоить. Я чисто с экономических соображений. Айдавчылар арасындаки соравны нәтижелері бекленілмеген олды. Чоқсы айдавчыларға не зебра сызықлары, не де уч фенерлер кедер етем. Так, хорошо. А то, что вы там стояли долго, не мешает? Недолго. Недолго? Абсолютно. То есть подземный, конечно, лучше будет. Почему? Но не будет пробок. То есть так долго стояли? Нет, недолго стояли. Оно как бы и так хорошо. Нет, не мешает. Просто хотят сделать подземный, вы как за это? Очень даже, чтобы был вообще светофор не был подземный переход. Все, спасибо, зеленый. Mesele Cumhuriyetimizin yol başçısına da yetkizildi. Sergey Aksionov'un fikrince piyadeler keçiti uç fenerlerinin toğusunun meseleni çözmeyi. Tıkınıklık hem aydavcılarga hem de piyadelerge keder eti. Давайте прикинем просто ряд вариантов. То, что нужно там подземный, допустим, еще один там переход сделать. Да. Но тем не менее, то есть как бы ряд мер, чтобы город не стоял в пробках, мы должны предложить, коллеги. Sonki karar kabul edildiği için şehir memuriyeti bu meseleni Cumhuriyetimizin profil strukturalarına yolladı. Naciye Sayeva, Ruslan Minayev, Rafael Vahidov, Millet için. Қырымның полис қадимлері Себутрамин адлы иләджінің бұйық партиясыны чекіп алдылар. Көчлі иләджінің 40 яшлық Ахмежет сакинын де таптылар. Умумен о 25 бен құту сатын алған. Оларны еркөші четелден сымаршеті Пруссия Федерациясында дарқата екені шымды Қырымның полислері тарафындан жинай иш açılды. Яқалығынған 7 ел уморны апсты кечіре Боливия 1 миллионға яқын пара жазасына төлемек керек olacak. Кефеде Аджиголь ве Кучук Аджиголь голлері рекреацион қымет ашыған территориялар сайысына кіреже Қырым алимлері илмет етқиғатлар нәтижесінде белгіленгеніне көре соның химик теркібі антропоген ве ернің иклиміне тесір етмекте. Бұл ерде капитал объектлерінің құрмаға өсімліклеріні йоқ етмеге ве оларға зарар кетірмеге, емді территорияны кірлетмеге ясақтар. Пляжларда ве башқаратлық зоналарында баданлаштыру объектлеріні ерліштірмеге, сәлпе күтілігі бойынша ве ер елішмасына қаршы ішлеріні кечірмеге мүмкін. Медиа-менеджер Наталья Лусевадан бұрынжы мастер-класс алынды. Бүгін Ахмежете журналистика факультетінің студенттеріне күтлевей мәлімат вастыларының эсас вазифелері ве фейк хаберлерінен насыл көрешме кереклігі ақында тариф еттілер. Мутихасыз білдіргенне көре матбуатының мұйым вазифесі мәліматны тешкермек ве доғру олмаған шелеріні ред етмектір. Чүнке бүгінгі күнде дүнияда хаберлерге білдірілген ишанчы 2%ға эксілді. Адамларының 32% есе кефилеріні бозмамақы чүн күтлевей мәлімат васталарындан толы шекілде четлештілер. И вот те перемены, которые мы ждем сейчас в информационном пространстве и наблюдаем, они похожи по силе воздействия на тот момент, когда был, в принципе, изобретен интернет, да, и введен в такой в обиход, когда появились смартфоны после кнопочных телефонов. И вот сейчас мы ждем нового витка развития, которое, конечно же, очень серьезным образом скажется именно на нашей профессии. То есть не только на нашей, но на нашей в том числе.
Алуштада Қырым татар медениетіне башланған бала фестивалі кечті. Тедбірде Ахмесжет, Қарасу базар, Балықлава, Курман районындан балалар топланды. Олар вокал, хореография ве бедесёз номинацияларында чықыш табылындылар. Яш иджраджиларынен мұғбірміз қонышты. Қайтарма Янғырай Алуштада медениет әвінің санасында Ахмеджеттен келген Эдельвейс адлы бала ойын коллективі ойын төшей. Сначала с садика пошло и понравилось на танцы ходить. Корбекул гүллері адлы фестивальде 12 ойын коллективі ве 60 ерджи іштирак әте. Олар Жұмхуретіміздің чешет регионларыны тақдим әтейлер. Ел-елдан іштиракшілерінің сайысы әп арта. Бұл сене оларының сайысы 300-ден зияде олды. Серан Купа Қырым менің ватаным адлы ерні ижра ете. Бұл ерда ана ватанымызда шенлік ветіншілік олмасы телеклері Янғырай. Эта песня необыкновенная, я могу ее хорошо еще лучше спеть. Иштиракчилер арасында дебютантлар да бар. Алим Кабаджанов санаға чықмаға азырлана. Ол 3 елдан берлі кемане чала. Чықыштан әвел хейджанлана. Мой мчешка играл на скрипке. У него был хороший звук и другое. Мне за это нравилась скрипка. Фестивальның ғайысы 3 ел әвелсі Алуштанын Корбек көйінде пейда олды. Тедбірдің мақсады милли санатымызны ғайрыдан теклемек вейін кешаф әттірмектір. Bizim халқымызға кек бараған бір шейіш. Медениетіміз көтермек үшін, медениет олмақ үшін. Біз өзіміз ветанымызға олып, бұле бір барабан мерасамлер алып кешірсек, балаларды алышырлар біздің медениетке, олар да бір олacak ясмекті ярым бұрысқыр. Тешкелетчілар келечекте де медениет мерасымызны сақлап қалмақ оқырында çalışмаға сөз берелер. Иштиракчилерні кубоклар, медаллер ве дипломлардан мүкафатладылар. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Аяқмашына спорты бойынша Русияның қадын қызлар жима тақымы олимпик мевсімге азырлана. Қалқара ярыш келечексене Түркияде кечежек. Шымды идманлар насыл кечеве бозым мемлекетімізден кім турнирде іштирак етежек. Бұны Мұхаммед Киреев біле. Аяқмашначылар 1 саатты 20 километр Суриятнен Крымский адлы федераль спортив мерkezінде қызыналар. Сонра Алушта трассасына чықалар ве Суриятна 60 километрге жар артыралар. Бойле етіп спортчылар Түркиядеки олимпик мевсіміне азырланалар. Венгрия халқара қошуларының ғалыбы ве аяқмашна спорты бойынша Русия чемпионы Полина Кириллова Қырымға Санкт-Петербург шайырынден келді. Екі көпчеклі шоссейнекні 12 елдан берлі айда шымды спортшы мемлекетіміздің жима тақымында бұлына. У нас идет подготовка, получается, почти круглогодично. Мы выполняем разные скоростные работы в гору, подводим свой организм к гоночной скорости, гоночным рельефам. Карина Козлова Псков вилаятынден келді. О аяқмашна спортында 2 елдан берлі. Күнде ось тақымынен берабер 80 километрге же yol кече. Әнішлі yolушлы месафелерні ене. Я хочу попасть в сборную России и тренироваться дальше. Идманлар бір ай девамында әтежек әркүн тақымымыздан беден межгулетлері бежірілі. Деміржек көйінден Судақ ве Ялтаға же Ахмесжеттен Ангара Буғазына же бұл үч еніліш бір-бірінден қиын. А сейчас идет подготовительная работа именно вот к соревновательному сезону. То есть сейчас у нас сбор даже направленности не столько специализированная работа, сколько работа ОФП пополам со специальной работой. То есть мы занимаемся и ОФП, и катанием на велосипедах. Туркияда халқлар ярышында Русиялы 12 аяқмашнажы тақдим етежек. Турнир январның сонында кечежек. Қырымда есе шоссе велоспорты бойынша бұтын Русия ярышлары барде кечірілежек. Бұл 2020 сенесінде бірінші мевсім қошулары олacak. Мұхаммед Зекиреев, Факим Бекиров, Миллет үшін. Шымдықыда қаға бұл қаберлерінің епсіді реклама бөлігінден сон авария ветіні қачырманас қайырлық шамлар.